арада болған керемет оқиға бұл мынау үш асыл қазына ғой, мына үшеуі бар ғой жазылып тұрған. Халид ибн Валид, Амр ибн Ас, Осман ибн Талха, Алла олардан разы болсын. Осы үш асыл тас, асыл қазына Меккенің ең асылдары деген атаққа ие болған ғой бұлар. Солар осы оқиғаның тұсында исламды қабылдайды екен. Ең бірінші Амр ибн Астан бастайық, радиаллаху анху. Амр ибн Ас, білеміз, арабтың ішіндегі арбаату духа дейді, яғни төрт араб жазирасында төрт кісі болған дейді. Олардың ақылы мен миына дейді, ешкімнің ақылы мен миы жетпейтін болған дейді, санасы. Бұлар адам былай ойлап тұрса, бұлар оның ар жағын ойлап тастайтын кісілер екен да. Бұлардың ақылы дейді, арабтың ішінде мына төртеуінің ақылы дейді, оларға ақыл жетпейді деп айтылған кісілердің біріншісі кім екен? Амр ибн Ас екен. Қалған үшеуін Құдай қаласа айтамыз келесі сабақтарда. Со Амр ибн Ас радиаллаху анху хижреттің 5-ші жылында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламмен бірге Хандақ деген ғор деген шайқас болады. Ана жақтан 10.000 келеді, мына жақтан 3.000 болады. Мұсылмандар Мәдинаны айналдырып ғор қазады 4-5 километр. Білеміз, ол оқиғанда айтып кеткенбіз. Сол дым бітіре алмағаннан кейін былай Құрайыштың адамдары 10.000 болып келіп ештеңе істей алмайды. Сол қайтып бара жатқан кезде Амр ибн Ас айтады ғой, бұдан кейін Мұхаммедті жеңу мүмкін емес дейтін ше. Бұдан кейін Мұхаммед дейін бұның айыбыны асқақтап бара жатыр күн өткен сайын. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, Хандақ шайқасында мүшриктер кетеді ғой, 10.000 адам қайтып кетеді ғой, жеңе алмай. Сонда айтады, бұлар бізге дейін, осы уақытқа дейін бізге келген болса дейді, енді бұдан былай біз оларға шабуыл жасаймыз дейді пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Сонымен Меккеге барады да бірнеше ай ойланады ғой Амр ибн Ас. Былай ойланады. Сөйтеді де өзінің қасындағы жаңағы жандайшаптар бар ғой, бірге еріп жүретін қасында жолдастары. Соларға келеді де айтады ғой, ай біз Меккеде ұзақ тұра алмаймыз ау дейді ғой. Мына түрімізбен Меккеде ұзақ тұра, мен кететін сияқтымын дейді, Нәжашиге қарай дейді. Енді Мұхаммед егер жеңетін болса дейді, жақын арада ол келеді бізге дейді. Аңғарсаңшы, біліп тұр ғой бәрін. Жақын арада ол келеді бізге дейді да. Егер де ол бізді жеңетін болса дейді, онда бұл қалада қалу мүмкін емес дейді. Ал ол келмей тұрып біз шығып кетсек дейді Нәжашиге. Нәжаши қаяқта? Эфиопияда, Хабашада. Сояққа біз ол келмей тұрып шығып кетсек дейді, онда біз ұтқандардың қатарында боламыз дейді. Сондықтан мен кетем дейді, кететіндерің болса кеттік дейді. Сома ана Амр ибн Асқа барлығы не қылады да, иланады да, өзімен бірге бір топ жамағат Эфиопияға кетеді ғой, Меккені тастап. Сонда Меккедегілер артынан әңгіме айтады, Амр ибн Ас қашып бара жатыр, анау деген сияқты. Ауыр тиеді енді Амр ибн Асқа. Сонымен жаңағы Эфиопияға барады, қасындағы кісілермен. Дәл сол уақытта Эфиопияға пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның елшісі келіп жатыр екен, хатпен. Амр ибн Умайя ад-Дамри деген кісі. Пайғамбар саллаллаху алейхи жіберген елшілердің біреуі. Сол келіп жатыр екен, соның келгенін көріп қалады ғой, Нәжашиге қарай кетіп бара жатқан Амр ибн Ас. Сонымен жігіттерін шақырып алады да, мен ертең дейді, Нәжашиге кірем дейді. Бұл екінші рет келіп тұр Нәжашиге ше. Баяғыда анау пайғамбарлықтың 5-ші жылында келген ана мұсылмандарды алып кетем деп. Дұрыс па, білеміз ғой оны. Бірақ ештеңе шықпайды ол ісінен. Мынау енді екінші рет келіп тұр ғой, сөйтеді де ертең мен Нәжашиге кірем дейді. Ана Амр ибн Умайян Дамри бар ғой, сахаба жаңағы Мұхаммедтің елшісі келіп тұр дейді. Соны ұстап аламын да дейді. Нәжашидің рұқсатын алып басын шауып тастаймын дейді ғой. Ана қасындағылар қуанып, сен айтсаң істейсің Амр деп ше. Сөйтіп жаңағы мотивация дейді оны. Ана күшті мотивация деп ертеңіне Нәжашиге кіреді ғой. Нәжашиге кіріп тұрып, Амр ибн Ас радиаллаху анху, Нәжаши дейді, біз Меккеден келдік, бірнеше күн болды. Енді сенімен кездескім келіп жүреді, бір сәті түспейді. Бүгін сәті түсті дейді. Біздің әкелген осындай бір керемет сыйлықтарымыз бар. Теріден тігілгенше түрлі нәрсені береді ғой ана. Бірінші істегендегі сияқты ғой. Бірінші келген кезде осылай не берген? Ришуа дейді ғой, пара ғой, пара. Екіншісінде де осылай пара, теріден пара беріп жатыр бар. Теріден тігілген жаңа киімдерлер, теріден тігілген торсықтар, су құятын керемет заттар. Соның барын алда қояды да, айюхал мәлик, ей патша дейді ғой. Ей Хабашаның патшасы, ана Мұхаммедтің елшісі сенің қалаңда жүр екен дейді. Біздің бәріміздің быт-шытымызды шығарған Мұхаммедтің елшісі сенің қалаңда саған кеше кіргенін көрдім дейді. Соны маған бересің ба дейді.
мен шаруасын тындырғым келіп жүр осының дейді. Бір ләззат алғысы келіп тұр ғой жаңағы. Бір жағынан мен дейді, бұны өлтіретін болса Меккеге абыроймен қайтам ертең дейді да. Мұхаммедтің елшісін өлтірдім деп, мен жаңағы абыройын айырып қалды ғой, Меккеден кетіп қалды. Сол абыройды қайтадан қайтарып алам дейді ғой. Сонда сен таза ақымақ екенсің дейді ғой, Нәжаши айтады ғой. Осындай ақылыңмен дейді, осындай сен Амр ибн ас, мен сен білем ғой қандай адам. Осындай ақыл әлі күнге дейін Мұхаммедке қарсы шығып жүрсің ба дейді да. Ей, ол Мұхаммед, мен саған Алламен ант етейін, ақиқатпен келген пайғамбар дейді. Ол намус оған келеді дейді, Мұсаға келген. Жабрил періште оған келеді дейді да. Сен Фирғаун сияқтысың ба сонда дейді да. Фирғаун мен Мұсаға не болған білесің ғой. Ақиқат бәрібір күшті болса да жалғанды жеңді дейді да. Фирғаун өлді дейді. Дәл сол сияқты сендердің жалғандықтарыңды Мұхаммедтің ақиқат жалған арада жеңеді дейді ғой. Мен оған ілескенмін дейді. Сен ақылды азаматсың ей Амр дейді. Сен де оған ілес дейді. Маған бойсын. Осы жерде исламды қабылда дейді. Мәссаған Амр ибн ас ойланып қалады ғой Нәжашидің мына сөздерінен кейін. Сәл ойланып тұрып қалды дейді Амр ибн ас. Сонымен Алла тағала сол жерде Амр ибн астың жүрегін исламға ашты дейді. Ей Нәжаши дейді, олай болатын болса мен сенің алдында исламды қабылдаймын, бірақ сен айтпай тоқтай тұр ешкімге дейді. Мен қазір жолдас балдарым негізі Амр ибн Умайяны өлтірем деп келгенмін дейді. Сондықтан екеуміздің арамызда болсын ешкімге айтпай тұр, бірақ мен саған осы жерде исламды, Нәжашидің алдында исламды қабылдаған екен да, Амр ибн ас радиаллаху анху. Сол жерде исламды қабылдады да шықты дейді, дым білмеген адам сияқты шықты дейді ғой. Болмайды екен, бұл шаруа бітпейді екен деді ғой. Жаңа Амрдың шаруасы, пайғамбардың елшісі, Мұхаммедтің елшісінің шаруасы. Бұл жерде бітпейді екен деді ғой. Тәуекел енді не болса да бұл жерде біз ұзақ тұра алмайтын сияқтымыз, қайтайық дейді ғой Меккеге қарай. Сонымен бірақ сөйтіп қайтамыз деп жүргенде бір жылдай уақыт өтеді екен жаңағы Нәжашиде жүрген кезінде Хабашада. Сөйтіп қайтып келсе пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жаңағы өтем умрасын бар ғой, өтем умрасын жасап шығып кеткен екен хижреттің 7-ші жылында. Сол хабарды естиді да Меккедегі анау-мынау дүниелерінің барлығын алып алады, ең маңызды нәрселерін. Сөйтіп Меккеден шығып, жайлап кетіп бара жатады ғой пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қарай. Сөйтіп бұл Танайм деген жерге жетеді. Меккенің сыртындағы Танайм деген жер. Сол жерде өзі отырған кезінде, осы жерде бұл кісі отыра тұрсын енді. Бұл кісі отыра тұрсын, мына екі кісі келсін енді Құдай қаласа. Халид ибн Валид пен Осман ибн Талха радиаллаху анху. Сөйтті де бұдан ештеңе шықпайды деді, Икримаға барды ғой, Халид ибн Валид. Икрима деген кім? Абу Жахилдің баласы. Осы үмметтің фирауны болған пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам ең ұлы дұшпаны Абу Жахил болса, соның баласы Икрима. Икримаға барып айтып еді, Икрима да осы әңгімені айтты ғой. Бәрі негізі құрдастар ғой бәрі. Бәрі сайдың тасындай жігіттер. Сен тұр, мен атайын деген жігіттер. Сөйтті де бұдан дым шықпағаннан кейін Халид ибн Валид радиаллаху анху Осман ибн Талха деген кісіге барады. Осман ибн Талха кім? Қағбаның кілтін ұстайтын кісі. Бұл кісінің аталарынан Қағбаның кілтін ұстау Алла нәсіп еткен сондай бір берекелі отбасы. Қағбаның кілті тек қана осы отбасыға тиесілі. Әлі күнге дейін тиесілі. Ертең келеміз ол оқиғаға иншалла. Міне сол Осман ибн Талхаға барып айтып едім, біз інінде жатқан жаңағы тышқандар сияқтымыз дейді да. Су құйса атып шығады, оған дейін жата беретін дейді. Сондықтан мен бұны істі құптамаймын дейді. Бұлай жүре беруіміз Меккеде. Менің де көзім ақиқатқа қарай ашылып жатыр ей Халид дейді. Сен соны қаласаң, мен де соны қалап жүргенмін дейді. Кеттік онда дейді ғой. Халид айтады, олай болатын болса дейді, бізді ешкім көрмейтіндей таң сәрінің уақытында шықты дейді. Адамдар тәтті ұйқыға кірген кезде таң намазының уақытынан бұрын шығып кетеді. Сөйтіп екеуі келісіп, жаңа заттарын нелерін барлығын дайындап, таңның уақытынан бұрын, жаңа біз сәрі ішетін уақыт бар ғой, сол кездерде шығып кетті дейді. Сөйтіп Яжаж деген жерге келді. Ол жерде кім отыр? Амр ибн ас отыр, кешегі радиаллаху анху. Амр ибн ас осыларды күтіп отқан сияқты сол жерде отыр екен да. Ол білмейді бірақ бұлардың о жаққа бара жатқанын. Сонымен үшеуі кездесіп қалды. Амр ибн ас радиаллаху анху айтты ғой, мархабан бил қаум деп айтады дейді. О, жігіттер қош келдіңдер. Уабика деп айтты дейді. Қош көрдік Амр деп айттым дейді Халид радиаллаху анху. Масирукум, қайда бардыңдар, қайда бара жатсыңдар, аманшылық болсын. Ма ахраджака деп айтты дейді. Қала фамаллади ахраджакум. Қаққа бара жатсыңдар деп еді ғой. Халид айтты, мен айттым дейді да.
сені Меккеден шығарып жіберген нәрсе не дейді да? Не істеп жүрсің мына жақта сен? Сендер не істеп жүрсіңдер деп айтты. Ана айтқысы келмей тұр Амр ибн Ас. Өздері не істеп жүрсіңдер бірінші айтыңдар дейді. Сонда ад-духулу фил ислам деп айтты. Біз исламға кіруге кетіп бара жатырмыз деп айтты. Халид радиаллаху анху қорықпайды ғой Халид ешкімнен. Халид бар ғой радиаллаху анху, Құдай бұны дайындаған кісі ғой. Мына Халид ибн Валидті Алла тағала өзі дайындаған. Дайындаған қалай дайындаған? Бұның әкесі Валид ибн Мұғира деген кісі. Енді бұл кісінің әкесі шамалы қиындау болған, тозақпен сүйіншілеген. Құран кәрімде тозаққа кіретіндігі жайында айтылған. Сол Халидке Меккенің ар жақ сыртында андай не тігіп беретін шатырлар ше. Сол жерде Халид жаңа Икрима бар, өзінің жолдас балалары бар ғой. Солардың барлығы жиналып барып жаттығулар жасайды екен да. Ана жебемен атып үйрену, бір-бірімен алысу, күресу, соғыстың тактикаларын сызу деген. Бұл баяғы сол жаңағы надандық дәуірінен сондай екен. Сондай қылып жас күннен Халид дайындалған. Оны білді да барлығы Халидтің кім екенін. Сонда исламға кіру және Мұхаммедке ілесу деп айтты ғой Халид. Бұл қорықпайды ешкімнен Халид радиаллаху анху. Сонда وَذَلِكَ الَّذِي أَقْدَمَنِي деп айтты дейді Амр ибн Ас. Сендерді шығарған нәрсе мені де шығарып еді деп айтты дейді. Мен де кетіп бара жатырмын исламды қабылдап. Кеттік онда жолымыз бірге екен деп үшеуі Мәдинаға қарай Меккеден шығып жол тартып кетті. Шамамен 470 немесе 480 шақырым жерді жүріп өтті үшеуі. Осылайша Мәдинаға келді. Мәдинаға кірген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға хабар келіп жатыр ғой. Амр ибн Ас келе жатыр, Халид келе жатыр деген сияқты. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтты дейді ғой. Бүгін Мекке ең ұлы асылдарын сендерге шығарып берді дейді. Ана қараңыздар. Бүгін Мекке дейді. Сендерге ең ұлы асылдарын шығарып берді дейді. Мәдинада пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам мешіттің ішінде күтті ғой үшеуін. Сөйтіп Халид ибн Валид радиаллаху анху айтады, ең әдемі киімдерімді кидім дейді. Ең әдемі киімдерімді кидім де пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламға қарай жолға шығу, жаңағы мешітке қарай баруға сәл бір түрлі болып оттым дейді. Сөйтсем Валид келіп тұр дейді, бауырым. Не істеп отырсың Халид? Алла елшісі күтіп отыр сені мешітте, тез кел. Қуанып жатыр дейді. Сенің бұл хабарыңды естіп барлық Мәдина қуанып жатыр дейді да. Сонымен бұл жаңағы әдемі киіммен шықтым да, енді мына нені бір керемет бір сыйып қалай жеткізсем болатынын білмеймін. Өзім оқып отырып бір жылап алдым кеше. Фаталату алейхи дейді. Мен пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның қасына бардым дейді. Фама зала ятабассаму илайя хатта вақафту алейхи. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламды мен көрдім дейді да алыстан. Ол да мені көрді дейді. Мешіттің ана ар жағынан келе жатқанымды. Сол мені көргеннен бастап жаныма келгенге дейін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам не істеп өтті дейді. Табассама илайя дейді. Маған жымиып қарап өтті дейді. Халид келе жатыр деп маған жымиып, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам жымиғаны бар ғой. Әлем жымиятын болған ғой. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам күлген кезде, жадыраған кезде әлем жадырап кететін болған. Сахабалар жадырап кететін болған. Солай маған бір керемет, бір дым жаңағы өкпе реніші жоқ адам сияқты болып отыр дейді да. Бірақ мен оған істемегенім жоқ дейді Халид радиаллаху анху. Фасалламту алейхи бин нубуа дейді. Мен оған ассаламу алейкум деп сәлем бердім дейді Халид радиаллаху анху. Фарадда алейя ассалама би ваджхин талқин дейді. Маған Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өте жайдары түрде ва алейкум ассалам ва рахматуллахи ва күліп отырып жауап қайтарды дейді ғой. Жүрегім елжіреп кетті дейді Халид радиаллаху анху. Жүрек деген елжіреп кетті дейді радиаллаху анху. Сонда айтты, фақулту инни ашхаду ан ла илаха иллаллах ва аннака расулуллах. Сонда тұрып айттым да пайғамбар саллаллаху алейхи қасына келіп отыра қалдым да тізерлеп не дедім дейді. Я Алланың елшісі, мен Алладан өзге Құдайдың жоқтығына және сен Алланың елшісі екендігіне куәлік беруге келдім дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи алдында Халид радиаллаху анху. Фақала Расулуллахи саллаллаху алейхи уассалам айтты, Алла елшісі, Алхамдулиллахи аллази хадака. Сені хидаятқа бастап берген Алла тағалаға сансыз мадақтар мақтаулар болсын деп айтты дейді. Кім сені бастаған хидаятқа? Алла ғой, дұрыс па? Сол Раббымыз Аллаға сансыз мадақтармен, Халид дейді, мен саған таң қалатын едім дейді да. Сен сияқты жігіттің дейді, исламнан құр қалып жүргеніне, бұндай бақыттан құр қалып жүргендігіне мен таң қалатын едім деп пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам таңданысын жасырмады дейді сол жерде. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Халид ибн Валид басын былай төмен түсірді де айтты, я Алланың елшісі, өткенді кешіріңіз, болған нәрсені өшіріңіз деп айтты дейді. Бізбен арамыздағы болған нәрсені кешіріңіз және
оны өшіріңіз деп айтты. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оны не ішіне сақтап жүр ма? Жоқ, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оның барлығын кешіріп қойған еді, әлде қашан кешіріп қойған еді. Ең таза жүрек жер бетіндегі, өйткені кімнің жүрегі? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жүрегі ең таза жүрек. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға айтты: "Я Алланың елшісі" деді, "және бізге дұға қылшы" деді. "Және бізге дұға қылшы, Алла бізді кешірсін" деді. Сонда пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ей Халид" деді, "Ислам өзіне дейінгі нәрсенің барлығын кешіріп жіберді" деді. "Бірақ сен менен дұға тілеп, дұға қылшы деп тұрсың ғой, мен сенің тілегіңді не істемеймін, бос қайтармаймын" деді. Сөйтті де пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Аллахумма гфир ли Халидин ли кулли ма аудаа фихи мин саддин ан сабил". Сенің жолыңнан тосқан нәрсесінің барлығын, я Алла, Алланың жолына, сенің жолыңнан тосқан нәрсесінің барлық қателігін, я Алла, Халидті кешір деп айтты дейді. Демек, Халид ибн Валидтің несі? Күнәлары кешіріп кеткен кісілердің қатарында екен. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам оған дұға қылып деген сөз, болды ол кісі. Болды. Ол кісінің күнәларының барлығы кешіріліп кетті деген сөз. Сонда Халид ибн Валид сәл былай қарай ысырылды да Амр ибн Ас келді дейді ғой. Амр ибн Ас пайғамбар саллаллаху қолын ұстап, жаңағы Алладан өзге тәңір жоқ, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам, сен Алланың елшісі екенін куәлік беремін деді ғой. Ол кетті де не істеді? Осман ибн Талқа келді, үшінші. Ол да пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға байғат етті дейді, қолынан ұстап тұрып уәде етті дейді. Осылайша үшеуі исламды қабылдадық дейді, үшеуміз. Бірақ дейді, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам мені өзгелермен ешқашан теңеген жоқ дейді. Ана қараңыз. Мені өзгелермен ешқашан теңеген жоқ деген сөз, мені баяғылармен бірдей қылған жоқ, және олардан төмен ешқашан түсірген, керісінше не істеді дейді. Тек қана мені жоғары көтерумен болды дейді. Мен қайталап әлі күнге дейін айтамын, көрдіңіздер ме? Бұрынғы мәртебесін пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам адамдардың не істемейді, ешқашан түсірмейтін болған. Керісінше оны жақсылықта көтеретін болған екен пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам. Қараңыздар енді, Халид ибн Валид пен Амр ибн Ас бар ғой, мына екеуі. Енді ана кісі қатты жауынгер кісі емес, бұл өзі сыпайы биязы кісі жаңағы. Үшінші кісі Осман ибн Талқа радиаллаху анху. Мына екеуі бар ғой, бұл екеуі әлемдегі ең ұлы қолбасшылардың қатарына жатады да. Бұл екеуінің исламды қабылдауымен дейді, адамзаттың тарихының арнасы өзгеріп кетті дейді. Халид пен Амрдың исламды қабылдау дейді, адамзат өмір сүріп жатқан тарихтың арнасы өзгеріп кетті дейді, екеуінің исламды қабылдауымен дейді. Ширкке нүкте қойылды дейді. Керісінше ислам дағуатына жол ашылды дейді Халид ибн Валид. Бұл екеуінің істеген нәрсесі дейді, бақия фи закиратил умма ва тарихил маджид дейді. Бұл үмметтің тарихында және бұл үмметтің жадында мәңгі бақи қияметке дейін бұл екеуінің ісі қалды дейді. Халид ибн Валид радиаллаху анху әлемдегі топ бестік бар ғой, 5 үздік әлемдегі қолбасшы, соның алғашқы бестікке кіретін кісі екен Халид ибн Валид радиаллаху анху. 101 рет жорыққа барған дейді. 101 нәрсе рет жорыққа қатысқан, соның біреуінде жеңілмеген дейді ғой. 50 рет жекпе-жекке түскен дейді, шамамен 50-ге жуық. Біреуінде жауырыны жер ескемеген дейді. Бірақ соның барлығында шахид болсам екен деп соғысқа кіреді екен да, бірақ болмайды екен. Енді мен білмедім, бұл кісінің қазір өмірін айтып істейміз бе, әлде тағы бізге кездесе ма деп қоям. Келесі сабақтарға да қалдырсақ болады. Енді бұл кісінің өмірбаяны арнайы бір сабақ негізі. Келесі сабақтарға да қалдырсақ болады. Енді бұл кісінің өмірбаяны арнайы бір сабақ негізі. Осылайша Халид радиаллаху анху 40 жасында исламды қабылдады. 12 жыл исламмен өмір сүрген. 12 жыл исламмен өмір сүрген. Халидті танымайтын жер бетінде мұсылман жоқ. Білесіздер ме? Бұған дейін оны танымаған, оны айтпаған, оны мінберлерде еске алмаған бірде-бір ғалым, имам жоқ дейді. Бұдан кейін Халидті айтпайтын бірде-бір мұсылман жоқ дейді. Ана қараңыздар. 12 жыл өмір сүрген болды. Бірақ бүкіл адамзат тарихындағы ең ұлы тұлғалардың қатарында қалған. Кімнің қанша өмір сүретіні маңызды емес, бар ғой. Біреудің ұзақ өмір жоқ, ол маңызды емес. Кім не істейді, сол маңызды да. Көрдіңіз ба? Біздің қазақтың да тарихында мысалға Абай аталарымыз дұрыс па? Ұзақ бір 90-80 жыл өмір сүрген ба, 120 жыл, шамалақ жыл өмір сүрген, 60-ға жетер жетпес. Ахмет Байтұрсын, Сұлтан Махмұд Торайғыров бар, дұрыс па?
30-ға жете алмаған жас. Бірақ Сұлтанмахмұт танымайтын қазақ бар ма? Жоқ, мінекей көрдің, қазаққа, адамзатқа пайдасы тиетін кісі болғандықтан осылай қалады. Адамдардың несінде қалады, жадында бұлар мәңгі қалады. Енді жақсы, осы жерден тоқтатайық. Халид радиаллаху анхудың бәрін айтып тастасақ, бұл келесі жылы бұл кісі исламды қабылдады ғой. Арада бір апта өтпестен пайғамбар бұны жорыққа жіберіп жіберген ғой. Жорыққа жіберіп жіберген. Халид ибн Валидті жорыққа жіберген. Амр ибн асты да жорыққа жіберіп жіберген пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Енді біз осы жылғы орын алған оқиғаларға кезек берейік енді. Мына